Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен корей салатымен бөлісемін. Керемет бірден шығатын рецепт. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда менің каналымды жоғалтпайсыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен теркадан сәбіздерімізді өткізіп аламыз. Сәбізіміз осымен дайын болды. Енді келесі өткізгіштен чесногымызды өткізіп аламыз. Чесногымыз дайын болды. Чеснокты осындай ыдысқа салып, қалған спецтерімізді қосамыз. Приправа корейскийға арналған кориандр, қара бұрыш, тұзымыз, паприкамыз, барлығын осылай араластырып аласыздар да 5 үлкен ас қасықпен соусымызды қосамыз. Осыны тағы да кішкене араластырып, сұйық майымызды құямыз. Мен қант қосуды ұмытып кетіппін, сосын қосып жібердім артынан. Өйткені қантты ұмытып кеткен екем. Сіздер қант қосып жіберіңіздер. Үлкен ас қасықпен 3 ас қасық қант қосып жіберіңіздер. Осылай шаншықының көмегімен кішкене араластырып аламыз да көмегімен. Одан соң қолымызбен әбден мыжып арасына сіңу үшін қолмен кішкене ыңғайлап жасап аламыз. Осымен біздің корейский салатымыз дайын болды. Өте дәмі керемет шықты. Менің рецептіммен жасаңыздар. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда каналымда жоғалмайды. Ас болсын баршаңызға.